Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақстан тарихы 5-ші сынып. Бүгінгі сабақтың тақырыбы тасмалы археологиялық мәдениеті. Зерттеу сұрағы: мұртты обалардың ерекшелігі неде? Бүгінгі сабақта меңгеретініміз: орталық Қазақстан аумағынан табылған археологиялық ескерткіштермен танысамыз. Мұртты обаның жерлеу ерекшеліктерін сипаттаймыз. Орталық Қазақстан қазіргі Қарағанды, Ақмола, Павлодар, жартылай облыстары мен Торғай даласын алып жатыр. Геродоттың айтуы бойынша ерте темір дәуірінде Қазақстанның солтүстік батысын аргипелер, орталығын Исидондар, шығысын Аримаспалар мекендеген. Сарыарқаның ерте темір дәуіріндегі ескерткіштер жиынтығы тасмала мәдениет деген атпен белгілі. Тасмала мәдениетін зерттеген ғалымдар Әлкей Хақанұлы Марғұлан, Мир Қадырбаев. Ең алғашқы ескерткіштер Павлодар облысы Екібастұз ауданындағы тасмала өңірінен табылғандықтан тасмала мәдениет деген атау берілген. Обалардың таралған аумағы орталық, солтүстік және шығыс Қазақстан жерлері. Мұртты обалардың басым бөлігі орталық және солтүстік Қазақстан аймақтарында шоғырланған. Обалар үлкен және кіші жерлеу орындарынан тұрады. Үлкен обаға адамды жерлесе, кіші обаға мініс көліктерін жерлеген болатын. Тас тізбектері мұртқа ұқсас болғандықтан мұртты оба деп археологтар атаған. Тас тізбектердің ұзындығы 20 метрден 200 метрге дейін созылған. Мұртты обалардың кең таралған 4 түрі бар. Бірінші түрі үлкен обаның шығыс жағынан салынған кіші оба. Кіші обаның шығыс жағынан мұрт сияқты екі тас тізбек. Екіншісі, екі оба оңтүстіктен солтүстікке қатар тұрғызылған. Шығысқа қарай мұрт сияқты екі қатар тізбек салынған. Үшіншісі, алдымен бір үлкен оба салынады. Оның үстіне тағы бір кіші оба тұрғызылады. Үлкен қорғанның шығыс жағынан екі қатар тас мұрт тізіледі. Төртіншісі, ара жігін білдірмей бірінің үстіне біріне салынған екі обадан тұрады. Шығысқа қарай екі тас тізбек таратылған. Мұртты обалардан табылған затты деректер үшке бөлінеді: қару-жарақтар, ат абзелдері, ғұрыптық заттар, әшекейлер, тұрмыстық заттар. Мұртты обалардан не табылды? Тасмала мәдениетінің археологиялық ескерткіштері сол кездегі тайпаларда темірдің кең қолданыста болғанын көрсетеді. Оған дәлел экрандағы суреттерге назар аударайық. Сақ семсері ақинақ, сақтардың жебе ұштары, құрбандық ыдысы қазан. Осы заттарға қарап, темірдің кең қолданыста болғанын дәлелдеуге болады. Мұртты обалар не үшін салынды? Зерттеушілердің көпшілігі мұртты обалар жаратушы мен ата-баба рухына табыну орны болған деп есептейді. Тас тізбектегі оттың, сынған ыдыстың қалдықтары құрбандық шалу дәстүрі мен діни наным сенім белгілерін көрсетеді. Экранға назар аударсақ, құрбандыққа шалуға арналған қазанды көреміз. Мұнда әшекей бұйымдармен қатар жолбарыс, таутеке, бұланның, қола және алтын мүсіндері кездеседі. Айналар мен басқа да күнделікті тұрмысқа қажетті заттарды безендіруде аңдардың таласуы, жыртқыштардың шабуыл жасау көріністері бейнеленген. Бұны нені білдіреді? Сақтарда аң стилі болғанын білдіреді. Жалпы, тасмала мәдениеті ерте темір дәуірінде болған мәдениет. Сол себепті ерте темір дәуірінде өзіміз білетіндей сақ тайпалары мекендеген. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Визит карточкасы. Бірінші тапсырмада сұрақтарға жауап береміз. Барлық сұраққа жауап берсек, барлығы 4 ұпай. Алғашқы ескерткіштер қай жерден табылған? Мұртты обаны зерттеген археолог ғалымдар. Обаның құрылысы. Обадан табылған заттар. Жақсы оқушылар, осы сұрақтарға жауап бердік деп ойлаймын. Тапсырманың жауабын бірге тексерейік. Ең алғашқы ескерткіштер Павлодар облысы Екібастұз ауданындағы тасмала өңірінен табылған. Мұртты обаны зерттеген археолог ғалымдар Әлкей Хақанұлы Марғұлан мен Мир Қадырбаев. Обаның құрылысы. Үлкен және кіші обалардан тұрады және шығыс бағытта доғаланған тізбек тастардан тұрады. Тас тізбектердің ұзындығы 20 метрден 200 метрге дейін созылған. Обадан табылған заттар
қару-жарақтар, ата-әбзелдер, ғұрыптық заттар, әшекейлер, тұрмыстық заттар. Екінші тапсырмаға назар аударайық. Суреттер сөйлейді. Мұртты обалардан табылған археологиялық фактілер арқылы сипаттап жазамыз. Суреттерге қарап, мына сұрақтарға жауап береміз. Мұртты обалардың жерлеу ерекшеліктерін жазамыз. Осы жерлеу рәсімі бойынша сақ тайпалардың діни наным сенімін жазамыз. Қазіргі таңдағы жерлеу рәсімдерінің ерекшелігін жазамыз. Барлығы 3 ұпай. Жақсы оқушылар. Жауапты бірге тексерейік. Тасмала обалары 2 жерлеу орыннан тұрады. Үлкен обаға адамды жерлеген, кіші обаға мініс аттарын жерлеген. Екінші сұрақтың жауабы. Зерттеушілердің көпшілігі мұртты обалар жаратушы мен ата-баба рухына табыну орны болған деп есептейді. Тас тізбектегі оттың сынған ыдыстың қалдықтары құрбандық шалу дәстүрі мен діни наным сенім белгілерін көрсетеді. Адамның қасына заттар мен мініс көліктерін жерленуі о дүниеде өмір бар деп сенуі. Үшінші сұрақ. Қазіргі жерлеу рәсімінде адамдардың қасына заттар мен мініс көлігін жерлемейді. Бүгінгі сабағымызды түсінсек, кері байланыс жасайық. Мен нені білемін? Мен нені білдім? Мен нені білгім келеді? ББ кестесі бойынша кері байланыс жасайық. Жақсы оқушылар. Бүгінгі сабақты түсіндіңіздер деп ойлаймын. Қош, сау болыңыздар.